Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда алдыңғы, яғни бірінші сабақта не өттік, соларды қорытындылайтын боламыз. Яғни önceki derslerimizde neleri öğrendik? Arabil bakalım neler öğrendik, neler öğrendik дейді. Öğrenmek, öğreну. Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim. Төмендегі cümle, yani söylem cümleler, söylemдерді сәйкестендіреміз дейді. Nasılsın? Cevabı iyiyim. Nerelisin? Ankaralıyım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ne iş yapıyorsun? Немен айналысасың? Ben öğrenciyim. Merhaba, merhaba. Қазір стопқа қойыңыздар және бірінші барлығын өздеріңіз жасап алыңыздар. Содан кейін ғана менің видеомды ары қарай жалғастырыңыздар. Неге? Себебі тексересіздер. Көбірек жұмыс істеу керек. Doğru seçeneği işaretleyelim. Doğru деген не? Дұрыс деген сөз. Seçenek деген аудармасы выбор, таңдау. Işaretlemek, yani көрсету, göstermek. Көрсету, göstermek ұқсайды. Işaretlemek, yani ишара деген сөз негізі араб тілінен алынған сөз. Сонымен кеттік. Ахмет не дейді? Ахмет Ләленің жауабы iyiyim, teşekkür ederim. Жақсымын, рахмет депті. Оған сұрағы қалай болды екен? Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Serkan, adınız ne? Fatma cevap verdi. Benim adım Fatma. B. İrem, memnun oldum. Hande de İrem'ge ne deyip cevap verdi? Ben de memnun oldum. Қуаныштымын, мен де қуаныштымын. Özcan, benim adım Özcan. Senin adın ne? Sena. Benim adım Sena. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İlker, nasılsın Selma? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi kettik. Aşağıdaki kelimeleri, kelime söz ya. Cümle, söylem. Kelime söz. Çoğul yapalım dedi. Бұл cümle дегенде араб тілінен алынған сөз. Cümle, сөйлем. Калима дегенде араб тілінен алынған сөз. Шүрге айта кететін жақсы нәрсе, кім араб тілін білсе, түрік тілін үйрену оған қиын болмайды. Мен араб тілін білетіндер, түрік тілін үйреніңіздер, түрік тілін білетіндер, араб тілін үйреніңіздер, тез үйренесіздер. Сонымен кеттік. Маса, çoğul eke қандай еді олар? Çoğul ek деген жалғаулар лар, лер, я. Егер жуан дауысты дыбыспен аяқталса, онда лар болады, жіңішке дыбыстылармен аяқталса, лер болады, я. Мына жерде жуан екен, маса лар болады. Калем, соңғысына эге қараймыз, я. Калем, лер. Сандалия, лер. Вазо, лар. Öğrenci, лер. Öğretmen, лер. Ал енді мына жерде сағат лар болады ма? Таби, хайр. Öyle değil. Сағатлар болмайды. Неге? Себебі бұл исключение дейді. Орыс тілінде қазақша қағидаға бағынбайтын сөздер, яғни араб тілінен енген сөздерде, немесе басқа тілдерден енген сөздерде лар емес, лер қойылады. Барлығына лер қойылады. Яғни сағат лер болады. Селки лер. Оқулар болады, өйткені жуан дыбыс. Kitaplar, sözlükler, sınıflar. Kеттік. Doğru ise de, yanlış ise ye koyalım. Doğru demek ne demek? Doğru, dürüst болса ды қойыңыз дейді, yanlış, қате болса ye қойыңыз дейді. Bu ne? Bu öğretmen doğru mu, yanlış mı? Tabii, doğru değil, yanlış. Bu ne? Болмайды, мұғалім болатын болса, егер адамдар болатын болса, онда bu kim? Bu öğretmen. Bu kim? Bu доктор. Ал егер не? Ол жансыз заттар мен жануарларға қолданылады. Яғни bu ne? Bu köpek. Bu ne? Bu masa. Saatler doğru mu, yanlış mı? Tabii, saatler yanlış değil, doğru. Дұрыс. Мына жерге de қою керек. Üç kalemler. Doğru mu? Üç kalemler demiş. Бір қарасаң дұрыс сияқты көрінеді, бірақ дұрыс емес. Неге? Себебі алдында оның кез келген зат есімнің алдында, егер оның сан есім тұрса, қанша екенін білдіретін сан есім тұрса, 3, 4, 5, онда көпше түр болмайды. Лар, лер жалғанбайды. Яғни 3 kalem, 5 defter, 6 kitap болып қалады. 6 kitaplар, 5 defterler болмайды. Неге? Себебі алдында қанша екенін білдіретін сан есім тұр.
Кеттік. Бурасы окул демеш. Бурасы окул. Doğru mu, yanlış mı? Tabii doğru. Әрине дұрыс. Бұл сынып му депті. Му бола ма? Бұл сынып па? Я, па, пе деген сұраулы сөйлемдерде біз му, ма, ми, мө дегенді қоямыз. Егер а, ға аяқталса, қайталап кетейік. А, дауыстыларына аяқталса м, уға аяқталса му, сосын иге аяқталса ми, ға аяқталса му. Егер мына жерде окул му болушы еді, дұрыс па? Ал мына жерде сынып ға аяқталып тұр, яғни сынып м болады. Бұлар китап депті. Doğru mu, yanlış mı? Бұлар китап. Doğru. Китаплар деген жоқ. Себебі бұлар алдында көпше түр, кітап деген сөздің алдында көпше түрдік келіп тұр, яғни ол ларлер жалғау жалғанбайды. Nasılsın францалıyım депті. Nasılsın францалıyım. Doğru mu, yanlış mı? Nerelisin болу керек мына жерде, сондықтан бұл қате. Nerelisin францалıyım. Бұл кім? Бұл Али демеш. Doğru mu, yanlış mı? Tabii doğru. Шунлар масалар деген екен. Doğru mu, yanlış mı? Шунлар, осылар, столдар депті. Яғни бұл yanlış. Неге? Себебі шунлар алдында көпше түр кеп тұр ғой, сонымен мынау маса болып қалады. Егер мынау шунларсыз жалғыз өзі тұрғанда еді, бұл масалар болушы еді. Ал шунлар келуіменен шунлар маса болып қалады жеке түрінде. Кеттік. Нереде, не zaman, не сөйлейорuz işaretleyelim дейді. Нереде, қайда, нерде, не zaman, қашан, не сөйлейміз, оны көрсетейік дейді. Локанта, яғни ресторанда не айтамыз? Tabii, afiyet болсын, ас болсын деп айтамыз, дұрыс па? Гежеде, түнде не деп айтамыз? Гежелер, қайырлы түн. Хастане. Ауруханада не айтамыз? Geçmiş olsun. Geçmiş деген негізі өтіп кетсін деген. Тез жазығып кетіңіз, сауығып кетіңіз. Doğum günü, туылған күнін не деп айтамыз? Mutlu yıllar. Mutlu, бақытты yıllar. Жылдар. Осымен бүгінгі тест, түрік тіліндегі тесттар аяқталды. Келесі уақыт кездескенше сау болыңыздар. Görüşmek üzere.